Баршаңызға қайырлы күн. Бүгінгі видеороликте біз сіздермен PowerPoint-пен жұмыс жасайтын боламыз. PowerPoint-те презентация жасау барысында қарапайым суретті әртүрлі ерекшеленіп тұратын фигураларға айналдыру жолдарын, мозаика құрастыру жолдарын көрсететін боламын, және де осы суретті текстке салуды көрсетемін. Және сонымен қатар презентацияға гифкаларды жүктеп, оларды орналастыруды және де сапалы анимациялы видеоларды презентацияға салу, сонымен қатар 3D иллюстрацияларын жүктейтін арнайы сайтпен бөлісетін боламын. Алдымен интернеттен өзіңізге қажетті суреттеріңізді жүктеп презентацияға орналастырып алыңыз. Одан кейінгі вставка бөліміне өтіп, фигуралардың ішінен өзіңізге қажетті фигураларды осы суреттің үстіне орналастырамыз. Мен сіздерге үлгі ретінде әзірге осылай көрсететін боламын. Ал енді орналастырған фигураларымызды бір фигураға айналдыру үшін клавиатурадан Ctrl батырмасын басып тұрып, 3 фигурамызды белгілеп аламыз. Формат бөліміне өтіп, объединить фигурудың ішінде объединение батырмасын басамыз. Біздің жаңағы 3 бөлек фигурамыз бір фигураға бірікті. Енді келесі біздің әрекетіміз орналастырған суретімізді басып, тағы да клавиатурадан Ctrl батырмасын басып тұрып, жаңағы фигурамыздың үстіне басамыз. Қайтадан форматтың ішіне кіріп, объединить фигуры батырмасын басамыз да, пересечение батырмасын басып, біздің суретімізді жаңағы фигурамыздың формасына айналдырып аламыз. Енді келесі суретті текстке салуды көрсетемін, яғни вставка бөліміне өтіп, Word арттың ішінен кез келген тексттің шаблонын таңдап аламыз. Және өзіңізге қажетті сөзді жазып аласыз. Жазуымызды суреттің үстіне орналастырамыз. Одан кейінгі әрекетіміз суретті басып, клавиатурадан Ctrl батырмасын басып тұрып, текстімізді белгілеп аламыз. Қайтадан формат бөліміне өтеміз де, дәл сол әрекетті қайталамыз, яғни пересечение. Өзде біздің жазуымыз банағы суреттің шаблонына енді. Және де сонымен қатар осындай шаблонда жасауларыңызға болады, яғни өздеріңіздің қалаған фигураларыңызды қалаған суреттеріңізге салып жасай аласыздар. Келесі екінші PowerPoint-тағы гифкалар. Алдымен біздер Google-ға поисковикке гифка на белом фоне деген жазуды жазып алып, ішінен қалаған гифкаларды таңдап аламыз. Яғни мен мысалға мынаны таңдадым, осы гифканы таңдадым. Ішінен ашып, сохранить картинку как деп бассаңыз, өзі қай жерде сохранить ететіндігі туралы терезесі шығады. Содан кейін сохранитті басасыз. Мен уже бұл гифканы жүктеп алдым, сондықтан қазір презентацияға орналастыратын боламын. Задний фон деп белгілеп аламыз, себебі біздің жазуымыз көрсетіп көрінуі керек. Гифкамызды алып, презентациямыздың шетіне орналастырамыз. Енді қарайық. Яғни гифкалар арқылы оны тиімді пайдалана отырып, сіздер презентацияларыңызды қызықты етіп жасай аласыздар. Бізде бұл презентацияның бетшесінде артық ештеңе жоқ. Бірақ біз бұны кішкене креативті қылуымызға болады, яғни жаңағы гифканы енгізу арқылы, мен мұндай гифканы таңдап алдым. Размерін
әуелі кішірейтеміз. Өзімізге қажетті размерде кішірейтіп алып, задний фон батырмасын басқаннан кейін гифкамызды өзіміздің қажет қоятын жерімізге келтіріп аламыз. Яғни бұл жерде ешқандай артық нәрсе жоқ, бірақ көңілді презентацияны осылай гифкалармен шығарып алуларыңызға болады. Ары қарай презентацияда осындай анимациялық видеороликтерді салудың жолын көрсететін боламын. Сайт қажет болады, яғни Pixels. Осының ішінен өздеріңізге ұнаған видеоны жүктеп ала аласыз. Яғни бұның ішінде видео тегін жүктеледі. Жүктеліп жатыр біздің видеомыз. Анимациялық видеоны салғанда еш қиындығы жоқ. Жүктелген жерінен презентациямызға келіп ысырмамен сала саламыз. Автоматты түрде ойнатылу жолын көрсететін боламын, яғни плейді баспай-ақ. Алдымен размерін презентациямыздың печесіне келтіріп аламыз. Анимация батырмасын басып, мына жерде начало дегеннің ішінде после предыдущего батырмасын басып қосып қоямыз. Енді қарайық. Келесі бізде 3D иллюстрацияны жүктеу. Және оны қайдан жүктейміз? Оның сайтымен бөлісетін боламын қазір, яғни Icons 8. Енді келесі бізде 3D иллюстрациялы эмоджиларды жүктеуді көрсетемін. Бұл видеода көрсетілген сайттардың сілтемесі міндетті түрде описанияда салынатын болады. Енді иллюстрация сайтына кіргеннен кейін 3D иллюстрацияларды ашамын. Осы жерде әртүрлі стильдегі иллюстрациялар берілген. Өздеріңіздің ұнаған, қалағандарыңызды алып, сол стильдің ішінен кез келген иллюстрацияны жүктеп аласыз. Яғни жүктеудің жолын мен сіздерге қазір көрсетемін. Өзіме ұнаған мысалы иллюстрацияны аламын. Үстінен басқаннан кейін бізде басқа екінші терезе ашылады. Оның ішінде скачать деген